Егер сенің қан тобың 4 болатын болса, онда сен еврейсің. Тағы да ең көп кездесетін сұрақтар. Қай қан тобы кімге қанын бере алады? Бұл жерде тоқталатын зат. Қан беретін адамды донор деп атайды, қан алатын адамды реципиент деп аталатын екі ұғымды жаттап аларсыздар. Бірінші қан тобы. Бұл жомарт жан. Ол ешкімнен ештеңесін аямайды. Соответственно, ол 3 қан тобына да өз қанын бере алады екен. Бірақ өкінішке орай, бірінші қан тобы жомарт қой, ол всегда желініп жүреді. Сондықтан оған кім қан бере алады? Тек қана бірден өзі бере алады екен. Бірақ ескертетін жайт, мынаны жаттамас бұрын мынаны қараңыздар. Каждый қан тобы жалпы өзіне қанын бере алады екен. Оны сразу осы жерден түртіп қояйық. Ары қарай кеттік. Енді бірді түсіндік. Ол жомарт жан екен. 4-ші қан тобы. Ол еврей. А бізде еврейлер деген ол бәрінен алады, бірақ ешкімге бермейді. Соответственно, ол бірден де ала алады, 2-ден де қан алады, 3-ден де қан алады екен. Бірақ кімге береді? Тек қана өз-өзіне береді, потому что ол жұмот. Ары қарай кеттік. Енді дәл осы схемамен қарайық. 2-ші қан топ кімге береді десе, жаттап аласыңдар. Так, 2-ші қан топ кімге береді? Еврейге береді, обязательно, и әрине өзіне береді. 3-ші қан топ береді, еврейге береді, обязательно өзіне береді. Ал егер кімнен қан ала алады дейтін болсақ, жомарттан бәрі алады да, и өз-өздерін алады екен. Міне осылай 4 қан тобы кім-кімнен алатын оңай жаттап алуымызға болады.